Бүгін сіздерге кез келген дастарханға лайық өте дәмді әрі түрлі түсті салат дайындау жолын көрсетемін. Алдымен жіңішкелеп туралған 2 түрлі түсті болгар бұрышын, суға піскен сиыр етін, қиярды, ішкі бөлігі алынып тасталған қызанақты және жасыл бұршақты аламыз. Тұздыққа уақтап туралған сарымсақ, дәміне қарай тұз бен бұрыш, қызыл бұрыш керек. Оларды қызып тұрған маймен күйдіріп, хош иісін ашамыз. Сосын үстіне соя соусын құйып, аз көк сеуіп жақсылап араластырамыз. Түрлі түсті тәбетті ашатын салатқа бір қараңызшы. Міндетті түрде дайындап көріңіз.